Таңертең көзіңізді ашқанда ең бірінші ойыңызға не келеді? Көпшілігі бірден кофе деп айтар. Кейбір азаматтар тіпті кофе ішпейінше өзін толық оянған адам ретінде сезіне алмайды. Бірақ бүгін мен сіздерге ащы шындықты айтамын. Сергу үшін ішіп жатқан таңғы кофеңіз шын мәнінде еркектік гормондарыңызды баяу ұйықтып жатыр. Мен Мирас Ерланұлы. Бүгін кофенің тестостеронға қалай әсер ететіні туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көрсеңіз, соңында кофе ішудің 3 алтын ережесімен таныстырамын. Сіз таңертең көзіңізді ашқан сәтте ағзаңызда керемет бір процесс өздігінен іске қосылады. Денеңіз кортизол деген гормонды бөле бастайды. Бұл гормонды ағзаның табиғи оятқышы деп атауға болады. Кортизол миыңызды іске қосады, бойыңызға энергия құяды, зат алмасу процесін жылдамдатады. Яғни, сіздің ағзаңыз кофесіз-ақ жұмысқа кірісуге толықтай дайын. Кортизолдың ең жоғары деңгейі таңғы сағат 8 пен 9 арасында болады. Бірақ біз осы табиғи процесті кофемен алмастырғымыз келеді. Енді елестетіңіз. Денеңіз осы табиғи механизммен жұмыс жасап тұрған кезде, сіз оның үстіне бірден кофе ішесіз. Бұл жанып тұрған отқа бензин шашқанмен бірдей. Кортизол деңгейі шектен тыс жоғары көтеріледі. Ал кортизол мен тестостерон бір-бірінің жауы. Кортизол жоғары болса, тестостерон міндетті түрде төмендейді. Бұл биохимиялық заң. Одан қашып құтылу мүмкін емес. Тағы бір қызық жағдай. Сіз күнде таңертең кофе ішсеңіз, денеңіз мұны сезе бастайды. Ағзаңыз үйренеді де, не өз кортизолын бөлуді азайтады. Яғни, уақыт өткен сайын денеңіздің өз табиғи оятқышын бөлуді азайтады. Бір күні кофесіз оянуға мүлдем дағдыңыз болмайды. Бұл кофеден тәуелділіктің алғашқы белгісі. Кофе сізге күш бермейді. Ол тек кофесіздіктен болатын шаршауды жояды. Енді көпшілікті мазалайтын басты сұраққа жауап берейін. Неліктен таңертең кофе ішкен соң, түскі сағат 2-3-терде кенеттен әліңіз құрып, сөнген шамдай болып қаласыз? Мұның сыры аденозин затында. Күні бойы біздің миымызда аденозин жиналады. Ол миға сен шаршадың, демалуың керек деген белгі береді. Ал кофеин миға барып, сол аденозиннің жолын уақытша жауып тастайды. Яғни, кофе сізге энергия бермейді. Ол тек шаршау сезімін алдап тұрады. Бірақ түске қарай кофеиннің әсері тарағанда, жиналып қалған бүкіл аденозин миға бірден сигнал береді. Нәтижесінде сіз қатты шаршайсыз. Бұл құбылысты медицинада кофеиннің құлауы деп атайды. Яғни, сіз өз энергияңызды ағзаңыздан қарызға алып, кейін оны еселеп қайтарып жатырсыз. Бұл бөлім ер адамдар үшін өте маңызды, сондықтан мәтінді салмақты, сенімді әрі логикалық тұрғыдан өте түсінікті етіп өңдеп бердім. Енді тестостерон туралы тереңірек айтсақ. Тестостерон бұл жай ғана жыныстық гормон емес. Бұл ер адамның бүкіл болмысын анықтайтын басты күш. Сіздің энергияңыз, ойлау қабілетіңіз, бұлшықет массаңыз, көңіл күйіңіз және өмірге деген құштарлығыңыз барлығы осы гормонмен тікелей байланысты. Тестостерон деңгейі төмендеген ер адамдар үнемі шаршап жүреді, тез ашуланады, бір іске зейін қоя алмайды және ештеңеге мотивациясы болмайтын адам. Осы белгілердің кейбірін өзіңізден байқадыңыз ба? Егер жауабыңыз иә болса, онда кофені дұрыс уақытта ішпейсіз. Тестостерон негізінен түнде, керең ұйқы кезінде өндіріледі. Ал кешкі уақытта ішілген кофе ұйқының сапасын түбегейлі нашарлатады. Кофеиннің ағзадан толық шығу уақыты орта есеппен 8-10 сағатты құрайды. Елестетіп көріңізші, кешкі сағат 6-да ішкен кофенің әсері түнгі сағат 2-ден 4-ге дейін ағзаңызда сақталады. Соның салдарынан терең ұйқы кезеңі қысқарып, тестостерон өндірісі тежеледі. Егер бұл тізбек күн сайын қайталанатын болса, бірнеше аптаның ішінде тестостерон деңгейіңіз төмендеп кетеді. Мен кофені мүлдем ішпеңіз демеймін. Кофенің пайдалы жақтары да бар. Ол антиоксиданттарға бай, бауыр денсаулығын қолдайды, ойлау қабілетін белгілі бір уақытқа арттырады. Мәселе кофенің өзінде емес. Мәселе кофені қай уақытта ішуімізде. Кофе бұл құрал. Оны дұрыс пайдалансаңыз, ол сізге қызмет етеді. Ал қате пайдалансаңыз, сіз оның құлына айналасыз. Қазір мен сіздерге кофені дұрыс ішіп, өз денсаулығыңызға пайдасын тигізетін 3 алтын ережемен таныстырамын. Бірінші ереже. Оянғаннан кейін алғашқы 90 минутта кофе ішпеңіз. Бұл уақыт аралығында ағзаңыз табиғи кортизолдың көмегімен өзі оянуы тиіс. Осы механизмнің өздігінен жұмыс істеуіне мүмкіндік берсеңіз, сіз кофеге деген тәуелділіктен құтыласыз. Кофені ішуге ең қолайлы уақыт сағат 10 мен 11 арасы. Дәл осы кезде кортизол деңгейі табиғи түрде төмендей бастайды, ал кофеин дәл уақытында нақты көмекке келеді. Екінші ереже. Аш қарынға кофе ішпеңіз. Аш қарынға ішілген кофе
асқазанды тітіркендіріп қана қоймай, кортизол деңгейін 2 есеге көтеріп жібереді. Бұл тестостеронға жасалған тікелей соққы. Қарапайым ереже. Алдымен құнарлы таңғы ас, содан кейін барып хош иісті кофе. Үшінші ереже. Кешкі сағат 4-тен кейін кофе ішуді тоқтатыңыз. Бұл тестостерон өндірісін сақтап қалудың басты кілті. Осы бір ғана ережені сақтасаңыз, небәрі бірнеше аптадан кейін таңертеңгі сергектігіңіздің қалай жақсарғанын байқайсыз. Таңертең кофе ішпес бұрын 1 стақан жылы су ішіп, 5 минут жеңіл жаттығу жасаңыз. Қозғалыс кезінде денеңіз табиғи кортизол мен эндорфин бөледі. Бұл кез келген кофеден артық, әрі ұзаққа созылатын табиғи қуат береді. Ал кофені сағат 10-нан кейін ішкенде, оның нағыз ләззаты мен пайдасын сезінесіз. Достар, нағыз еркектік қуат кофеден емес, гормондардың дұрыс жұмыс істеуінен келеді. Осы 3 ережені есте сақтаңыз. Оянған соң 90 минут күтіңіз. Аш қарынға кофе ішпеңіз. Сағат кешкі 4-тен кейін кофе ішуді тоқтаңыз. Осы қарапайым ережені 2 апта ұстанып көріңізші, өміріміз қалай өзгеретінін көресіз. Видео пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Денсаулық басты байлық. Гормондарыңызды қорғаңыз. Сау болыңыздар.